Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Біз алдыңғы сабақта моңғолдардың Қазақстанды жаулап алуы және Қазақстан жерінде ұлыстардың құруын өтсек, енді бүгін біз сол ұлыстардың жеріндегі жошы ұлысының жеріндегі Алтын Орда мемлекетін өтеміз. Алтын Орда мемлекеті негізі жошы ұлысының жерінде қалыптасты. Ұлыс дегеніміз ол мекен, аймақ, әкімшілік мағынасын беретін көне түркі сөзі. Түрік моңғол халықтарында ұлыс бірнеше мағынада айтылады. 6 ғасырда ұлыс мекен, қала мағынасында қолданылған. Мысалы, көне түркі жазбаларында халықтан халыққа, ұлыстан ұлысқа, елден елге жүрдім деген сөз бар. 13 ғасырда Шыңғысхан әрбір ұлына иелік беріп, оларды ұлыстарға бөлген. Және оларды біз өттік алдыңғы сабақта жошы ұлысы, шағатай ұлысы, төле ұлысы және қандай ұлыс? Төртіншісін өздеріңіз чатқа жазыңыздар. Шыңғысханның ұлыстарына тоқталатын болсақ, жаңа біз айтқандай жошы, шағатай, үгедей және төле ұлыстары бар. Алтын Орда орыс деректерінде Золотая Орда деп аталады. Негізі Алтын Орда деген сөзді Ресей деректерінде кездеседі. Енді тоқталатын болсақ, Алтын Орда деген сөзді негізі термин ретінде тарихта енгізген осы орыстың тарихшылары, орыстың дерекшілері болып саналады. Территориясы Ресейдің еуропалық бөлігі, Балтық теңізінің жағалауы, Польша, Мажарстан, Балқан түбегі, Мажарстан деген Венгрия, солтүстік Кавказ, Хорезм, Дешті Қыпшақ деген жерлерді алып жатыр. Астаналары Сарай-Бату, Батухан кезінде Сарай-Бату болды, қазір Астрахан қаласы деп аталады. Одан бөлек екінші Берке хан кезіндегі астанасы Сарай-Берке деп аталады. Негізі қазір Волгоград деп аталады бұл қала. Міне құрметті оқушылар, бұл мәліметтердің барлығын жазып дәптерге отырсаңыздар. Жаңа біз айтқан Алтын Орданың территориясы мына өте үлкен аумақты алып жатыр. Көріп тұрған шығарсыздар, мына Балқан түбегіне дейінгі жерлерді, Қара теңізді, Каспий теңізді, бүкіл Қазақстан жерін почти алып жатыр және Ресейдің жерлерінде алып жатыр екен. Картаны тоже скрин етіп алсаңыздар. Одан бөлек негізін салушы алғашқы ханы ол Батухан, болмаса Батихан деп те атай береміз. Батихан 1227-1255 жылдары Алтын Орданың ханы болып саналады. Халық арасында Сайынхан, яғни ақылды хан деп аталады. Жошы ханның екінші баласы болып саналады. 1235 жыл құрылтайда батысқа жорық жасау кезінде осы Батуханның қолбасшылығы нәтижесінде 1236-1242 жылдары батысқа жорық ұйымдастырылады. Батысқа жорық кезінде Адриат жерлеріне келгенде кері қайтты. Себебі Үгедей хан қайтыс болды 1242 жылы. Орыс князьдігінде Алтын Ордаға бағындырылды. 5-14 ғасырда моңғол тайпалары түркілендіруге қатысты. 1245 жылы Алтын Ордада Плана Карпине келіп деректер қалдырды. Негізі Батухан, жаңа біз айтқанда жошы ханның ұлы болып саналады. Негізі жошы деп жазатын болсақ, құрметті оқушылар, сол жошының мынандай ұлдары бар. Біріншісі Орда Ежен. Орда Ежен ең үлкен баласы, және Орда Ежен ол Ақ Орданың негізін салушы болып саналады. Және екінші ұлы біз айтқан жаңағы Батый, болмаса Бату деп атаймыз. Үшінші баласы Берке, және тағы бір баласы болды. Төртіншісі ол Шайбан болды. Осындай балалар бар. Шайбан мемлекеті негізі ары қарай Әбілқайыр хандығы, ары қарай өзбектер сояқтан тарайды. Осы шайбандардан. Негізі қазақ пен өзбек бір туған деп осы жерден айтамыз. Мына шайбандардан өзбектер тарайды. Орда Еженнен бізде кім тарайды? Алтын Орда, одан бөлек жаңағы Ақ Орда және таралады бізде кім? Жаңағы қазақ хандығы қалыптасады. Берке ханға тоқталатын болсақ, Берке хан 1227-1266 жылдар елді басқарды. Ислам дінін мемлекеттік дін ретінде қабылдамайды, бірақ өзі ислам дінін қабылдайды. Өзі жеке дара. Ал моңғол мемлекеті орталығынан бөліне бастады. Моңғол мемлекетінен бөлініп шықты. Осы Берке хан кезінде қала құрылысы жандана бастады. Сарай Берке деп аталатын қаланың негізін салушы болып саналады. Төртінші, елді мәдени жағынан көтерді, дамытты. Бесінші, Сұлтан Бейбарыспен достық қарым-қатынасты орнатты. Сұлтан Бейбарыс кім екенін білмейтіндер болса, Египет, яғни мамлюктер мемлекетінің сол сұлтаны болып саналады. Мына осындай деректер бізде Берке хан туралы деректер кездеседі.
Келесі үшінші ханына тоқталатын болсақ, Берке ханнан кейін таққа Мөңке Темір отырады. Ол 1266-1280 жылдары елді басқарды. Ол елде мынандай нәрселерді дамытты. Бірінші, сауда-саттыққа мән берді. Екінші, жошы билеушілердің ішінде ең алғаш болып теңге соқтырған осы Мөңке Темір болып саналады. Мөңке теңге деп айтайын деп жатырмын енді. Кешіріңіздер, Мөңке Темір. Кеттік. Төртінші ханы бізде Мөңке Темірден кейін таққа отырады Өзбек хан. 1312-1342 жылдары елді басқарады. Бұл жүз датада бар Қазақстан тарихынан келетін. Қазақстан тарихына келетін жүз дата деген нәрсе бар. Айтпақшы оқушылар, соны жаттап алсаңыздар, Қазақстан тарихынан қандай дата келсе, сол дата сол жүз датаның ішінен ғана келетін даталар. Енді кісілігі мол, даңқты қолбасшы болған, бірнеше тілді меңгерген. 1312 жылы таққа отырғаннан бастап ислам дінін ресми мемлекеттік дін ретінде қабылдайды. Екінші, құрылтай шақыруды тоқтатты. Үшінші, өзбек ұлты қалыптасты. Төртінші, сауданы қатты дамытты. Қытай, Үндістан, басқа батыс Еуропа елдеріне не істеді? Сол керуендер жіберіп сауда-саттықты дамытып отырды. Бесінші, Генуя мен Венециядан алтын ордамен сауданы ашқызып, солармен сауда қатты жақсы қарым-қатынастарын дамытып отырды. Алтыншы, Отырар қаласы 13-ші ғасырдың 30-ші жылдарында ақша шығаратын орталыққа айналды. Яғни алтын ақшасы динар деп аталса, күміс ақшасы дихрем деп аталды, мыс ақшасы фельс деп аталды. Осы ақшаларды тоже жаттап алыңыздар. ұбт-дан келетін ең оңай деңгейдегі сұрақтары болып саналады. Жетінші, 1320 жылдан бастап Мысыр елімен қарым-қатынасты салқындай бастады. Себебі Мысыр мемлекеті және Алтын Орда мемлекеті арасында кішкене араздықтар қалыптаса бастады. Мына осындай себептермен бізде Өзбек ханды біз аяқтаймыз. Өзбек ханнан кейін таққа 1342-1357 жылдар аралығында Жәнібек хан елді басқарады. Ол Өзбек ханның баласы болып саналады. Бірінші, Жәнібек хан кезінде мынандай жаңалықтар болды. Бірінші, Сығанақ, Отырар қаласында қайтадан дамыта бастады осы қалаларды. Екінші, Алтын Орда қалаларында қамал соғуды тоқтатты. Саяхатшы Марко Полоның айтуы бойынша әскер кіргізуге үлкен кедергілер келтірілді дейді. Осы деректер, осы Жәнібек хан кезіндегі деректерді осымен ғана шектелеміз. Енді Жәнібек хан өлгеннен кейін бізде 1357 жыл Жәнібек ханды оның өзінің ұлы Бердібек өлтіреді. Бердібек өлтіргеннен кейін бізде тақ үшін талас басталады. Сарайлар төңкеріс дәуірі, болмаса қара түнек дәуірі деп те аталады тарихта. Бердібек 1357-1359 жылдары елді басқарды. Жәнібектің баласы болды. Билікке құмар болғандықтан, тіпті қатыгез болғаны үшін Батый ұрпақтарын барлығын қырып тастайды. Сөйтіп Бердібекті өзінің інісі өлтіріп, Бердібектен кейін хан тағына оның інісі таққа келеді. Енді нәубет кезеңі дейді. Жаңа біз айтқандай тақ үшін талас кезеңі, нәубет кезеңі деп аталады. Бұл тарихи тұрақсыздық кезеңінің басталуы деп аталады. Таққа Шыңғыс ұрпақтары таласты. Бұл кезең 1359 жылдан бастап 1379 жылдар аралығында болды. 20 жылдың ішінде 20 хан ауысқан тарихи кезең болып аталады. Осы кезден бастап Алтын Ордадан Ақ Орда бөліне бастады. Әрине осы моментті пайдаланып қалады. Сенің моментті пайдаланып қалатын досың деген сияқты осындай моментті пайдаланып қалады бізде осы Ақ Орда. Келесі, Куликова шайқасы. Куликова шайқасы 1380 жылы болды. 1380 жылы Мамай Сұлтан мен Дмитрий Донской арасындағы болған шайқас. Бұл жерде нәтижесінде Мамай Сұлтан жеңіліп қалады. Дмитрий Донской жеңіске жетіп, Мәскеу князьдігі Алтын Ордаға салық төлеуден бас тартады. Айтпақшы оқушылар, бізде Батый ханның Руське, Батыс Еуропаға, Шығыс Еуропаға жорығы кезінде бізге Русь, яғни Ресей 1237 жылдан бастап 1480 жылға дейін Русь бізге алым салық төлейтін болды. Соныстар ма? Осы жылдар аралығында бізде Русь бізге Алтын Ордаға тәуелді болды. Осындай деректер бар. Мына осы 1380 жылы Мамай Сұлтан қайтыс болғаннан кейін Мамай Сұлтандығын жерін бізде
тоқтамыс басып алады. Тоқтамысқа әрине мотивация, көмектесіп, қару-жарақ берген әрине Әмір Темірдің көмегі арқасында Тоқтамыс таққа келді. Тоқтамыс өзінің әскери күшін нығайту үшін 1382 жылы Мәскеу қаласын өртеп жібереді. Сөйтіп жаңағы салық төлеуден бас тартқан Дмитрий Донскойды қинап, зорлық-зомбылықпен қайтадан салық төлеткізеді. Сөйтіп Әмір Темірге бағынудан бас тартқан Тоқтамыс Әмір Темірмен ары қарай күресі басталады. Бірақ Әмір Темір Алтын Орда мен Ақ Орданың қосылуынан қорқып жорықтарды жасайды. Нәтижесінде Әмір Темір екі шайқаста да жаңағы Тоқтамысты жеңеді. Тоқтамыс ол қашып кетіп Сібір аймақтарында қайтыс болады 1405 жылы. Міне осындай деректер бар. Құрметті оқушылар, енді Әмір Темірдің жорықтарына тоқталатын болсақ, Әмір Темір Алтын Ордаға 1389, 1391, 1395 жылдары жорықтар жасады. 1395 жылы Терек өзен жағасында Терек шайқасы болды. Бұл Кавказ жерінде болды. Тоқтамыс хан тақтан құлап, 1404 жылы Түмен қаласында қайтыс болды. Мына осындай деректер бар. Келесі мемлекеттің басқару жүйесіне тоқталатын болсақ, елді хан басқарды. Бұл жоғарғы басшысы болып саналады. Беклербек ханнан кейінгі адам әскери қолбасшы болып саналса, диуан бізде қаржы саласын басқарушы, салық жинаушы болып саналса, уәзір кеңесші, диуанды бақылаушы болып саналды. Басқақтар, салық жинаушы, басқақ жағында әскери қол болды. Олар орыс князьдарына, орыс свободасына антпен белгілі болды. Яғни орыстардан салық жинайтын осы басқақтар болып та саналады. Бату хан кезінде жошы ұлысы екіге бөлінді. Оң қанаты Бату хан ұрпағы басқарса, Еділ мен Дунай аралығын қамтыса, сол қанаты Орда ежен басқарды. Сол қанат Дешті Қыпшақ жері мен Сырдария аумағын қамтыды. Астанасы Сығанақ қаласы болып саналады. Мұны құрметті оқушылар, осындай мәліметтер айттық. Бұл мәліметтердің барлығы ұбт-дан келетін болғандықтан бұның бәрін дәптерге жазып, скринді алатын болса скрин етіп отырсаңыздар. Осымен сабақ бізде аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сұрақтар болса қойсаңыздар болады.